әрбір адам қателік жасайтын белгілі адам болғасын, пенде болғасын. Осы қателіктен сақтану, өткен қателікті жасап, сол қателік үшін тәубе етпей, оны өзін өзгертпей, düzeltпей, сол қателіктермен, күнәлармен неге барса, о дүниеге ақырет күнінде оған жазасын алады, жауап береді екен, есеп береді. Содан ойланатын адам, тақуа деп айтады, Құдайдан қорқатын, сауап тойлайтын адам, ол ойлайды екен, ертең мен қиямет күніне барған кезде осына бір жаққа сенеміз ғой, таразыға жамандықтар қойылады, екінші таразының жағына жақсылықтар қойылады, сауап амалдар. Сауап амалдар егер ауыр болып тартса, онда адам құтылды азаптан, жәннатқа кіреді, Алла қаласа. Ал егер де күнә жағы таразыда ауыр болып кетсе, салмағы ауыр тартса, онда адам азап көреді. Алла сақтасын. Сол үшін азайту керек, күнә жағын азайту керек. Ал азайту үшін оған өзін тазарту керек, тәубе ету керек адам. Тәубе еткен адам тазартқан. Ал қателікті кейбір адам білмей жүреді істеп жатқан қателігінде. Ол ойлайды, ешнәрсе білдіріп жатқан жоқ, бәрі дұрыс істеп жатырмын деп санайды. Сол қателікті білу үшін біздің альхамдулилля ғалымдар айтып кеткен, әртүрлі жолдар айтқан. Сол бір ғалымдар айтады, мынандай 4 жол бар деп мысалы айтады. Ол бір жол, ол белгілі жол, көбісі адамдар біледі, ол мұғалім арқылы, ұстаз арқылы. Ұстаз, мұғалім адамды оқушысына айтып тұрады. Мынау дұрыс, мынау қате, мынау былай істеме, былай дұрыс деп үйретіп тұрады, солай. Қате көрсетіп тұрады, үйретіп тұрады, düzelтіп жүреді. Екінші жол дос арқылы. Адамда дос болса, әртүрлі достар болады, ол кезде сол шарт қойады, ол дос жағымпаз дос болмау керек. Және қызғанатын, көре алмайтын дос болмау керек. Өйткені жағымпаз дос болса, ол дос шындықты айтпайды. Жағу үшін көңілге қарап, шындықты айтпай кетеді. Үлкен бір кемшілік көріп тұрады, бірақ айтпайды. Қазір айтсам, ол маған ренжиді, көтере алмайды. Анау болады, мен жек көріп кету мүмкін, тастап кету мүмкін, әртүрлі сылтаумен айтпайды, жағымпаздық жасайды солай, жағу үшін досына. Осындай жағымпаз достың ол жерде ешқандай одан қателігін өзін біле алмайсың дейді. Және көре алмайтын дос ше. Көре алмайтын дос ол өшпенділікпен қосып жібереді екен, өтірікті қосады екен. Өш алу үшін аны бар нәрсені және жоқ нәрсені айтып кетеді саған. Сөйтіп сен нервін қосып жібереді ғой, адам өткен жоқ нәрсені саған қосып жібереді, өш алам деп. Шынайы дос, діндар дос, ол солай айтып тұрады екен досына, көрсетіп тұрады мынандай қателіктеріңді. Үшінші жол дұшпандар арқылы. Сол ғалымдар айтады, ақылды мұсылман, білімді мұсылман, дұрыс мұсылман, ол дұшпандардың сөздерін 100% өтірік деп шығармайды. Өйткені дұшпандар, оларды адам пенде, оларды бір нәрсе көріп қойды. Сені жек көрген үшін сенен бір қателіктер іздеп жатыр. Кемшілік іздеп, сен тырнақ астынан кір іздеп тапты кемшіліктер. Сондықтан сен олардың өтірік айтып жатыр, жала жауып жатыр, бәрі дұрыс емес, ол сені олай істеген дұрыс болмайды. Дұшпандардың арқылы да білуге болады өзінің кемшіліктерін. Ол үшінші жол, дұшпандар арқылы. Төртінші жол, ол да көп өмірде кездесетін нәрсе, оны қолдануға Алла тағала нәсіп етсін бәрімізге. Ол жерде былай деп айтады, адамдарда біреу басқа адамдар қателік көріп қойдың. Мынау дұрыс істеп жатқан жоқ екен, былай ғой дұрыс, мынау басқаша істеп жатыр, дұрысы былай ғой деп жаңа көрдің. Сол нәрсені, біреуінде дұрыс емес нәрсені көрген нәрсе өзінде іздеп көр. Өзім мүмкін істеп жатқан шығармын. Өзім бойымда да бар шығар, өзімде байқалмайтын шығар деп солай іздеп көру керек. Неге солай істеу керек? Жаңа ғалымдар айтып кетеді, себебі адамдар бәрі бірдей жаратылған. Бөлек жаратылыс емес. Сен мысалы адам баласы, ол да адам баласы. Ол сенде нәпсі бар, онда да нәпсі бар. Сондықтан ол істеген нәрсе сен де істемеген қандай кепілдік бар? Сен де пендесің, ол да пенде, сен де пенде. Сондықтан осылай да тексеріп көр, мүмкін біреуде көрген айыпты өзіңді істеп жатқан шығарсың. Солай білуге болады өзінің кемшілігін. Ешкім айтпайды, мысалы, жоқ, ұстаз айтатын жоқ, ондай дос айтатын жоқ. Дұшпандарды да ешкім кездеспейсің, көріп жатқан жоқсың дұшпандар саған. Контакт жоқ дұшпандармен. Сонда осылай көруге болады. Біреуде көрдің қателік, мен оны істеп жатырмын ба, жоқ па, тексерейін. Өзін істеп, егер бір
мен де соны істеп жатырмын ғой деп осылай байқауға болады өзінің қателігін. Сөйтіп солай өзіңді сол қателіктен құтылып ертең ақырет күніне Алланың алдына аз күнәмен баруға мүмкіндік болады.